Тақырыпты бастамайынша ана видео бөліп көріп алыңыздар. Және қойып көрсетеміз. Асырамыз. Кондиционерді орнату жиынтықтары туралы не білесіз? Жазыңыздар. Салқындатқыш өтетін жұмыс немесе газ легін салқындату. Құрылысты салқындату белгілеріндегі дейін температураны төмендету, сумен салқындату, ауа көмегімен сұйықты салқындату, ауамен салқындату, үрлеу. Мүмкін өздеріңіз білесіздей кондиционер не үшін қолданамыз? Кондиционер үшін салқындату. Оның зияны мен пайдасы бар ма бізде? Зиянын айтып берші. Пайдасынан зияны. Сол зиян ма? Кондиционер десе неше метр алшақ отыру керек? Неше метр алшақ отыру керек? Иә. Негізі 3 метр, 3 метр. Тұрып айтып, 3 метр. Кондиционерді біз үй жағдайына қанша температураға қоямыз? Нақты емес, бірақ Өзімнің ойым 18-20. ол үйдің температурасы бізде қанша болады? Үйдің температурасы қанша? 20. Кондиционерді орнату үшін бізге қандай адам керек? Өзіңіз маманды шақырасыз, иә? Мамандан басқа бізге жаңағы оны сыртқа, мысалы, 5 шыққа орнатасың. Ол кім? Танымшы. Альпинистер ма? Альпинист керек, иә? Болмаса жаңағы кранды көтеріп, эвакуаторды кімге танып? Жоғарыға көтеріп, солар керек, иә? Бізге, иә? Негізі көбінесе альпинистерді жалдайды. Посадчиктер. Көбінесе. Өткен бізде Астанада альпинистерді шақырып, қауіпсіздік ережесі, бірінші қалай не істейсіздер кондиционер үшін? Кондиционер құру үшін бірінші оның орнаған орын есептеп аламыз. Содан кейін бірінші біріншісі керек орын сызып аламыз. Осы қауіпсіздік ережелерін оқып аламыз. Үшінші инструкциясын оқимыз. Содан кейін салқындатқыш жүйесінің негізгі бөлшектерін ата. Біз ашық сабақты ашып алу үшін біз кейбір сұрақтарға жауап беруіміз еді. Қозғалтқыштардың салқындату жүйелерінің қызметі мен олардың түрлері. Алтынбек жауап беріңіз. Қозғалтқыштардың екі түрі болады. Ол сұйықтық және ауалы. Сұйықтық қозғалтқыш дегеніміз ол дене температурасы арқылы ауаны салқындатып тұрады. Ал ауалық дегеніміз Тақырыпты бастамайынша ана видео бөліп көріп алыңыздар. Және қойып көрсетеміз. Ассалаумағалейкум. Мына ауа салқындатқышымыз гри деп аталады. Бұның және түрлері көп қазіргі нарықта. Біздің мысалы қазіргі халыққа ең қолайлысы осы гри деген компанияның шығарған өнімі. Қолжетімді, былай айтқанда. Және мынаны ескеріңіз, сіз кондиционер сатып алған жағдайда арзан кондиционерлерде көбінесе мына жабдықтар болмайды. Бұл жаңағы ішкі блок пен сыртқы блокты жалғайтын труба дейміз. Сондықтан халықтың сұрап алған жақсы да. Және де жаңағы сыртқы қабырғаға ілетін, наружный блок дейміз, сыртқы блокты сыртқы қабырғаға ілетін кронштейндер дейміз. Осыны міндетті түрде сатып алады. Жақсы, түсінікті. Ал енді бізге қандай құрал саймандар керек? Бір таныстырып алайық. Жаңағы уровень дейміз ғой. Керек, деңгей деп қоямыз. Деңгей, иә. Бұл міндетті түрде керек. Екінші бізге керек нәрсе ол міндетті түрде перфоратор деп жатамыз, бұрғы. Электр бұрғы. Қосымша мына инструменттер керек, құрал жабдықтар. Әртүрлі кілттер, иә. Мынандай кілттер дейміз. Олар міндетті түрде керек. Өйткені жаңағы ішкі блок пен сыртқы блокты бір-біріне жалғаған кезде бұрандаларын бұрауға. Ол дәл осындай кілт болу керек. Мына өлшеуіш метр дейміз ғой. Бұл міндетті түрде керек. Осы құралдармен сіз үй жағдайда кондиционер қоя аласыз.
Міне Мақсат бауырымыз өзінің әріптесі Бейбарыспен бірге бізге қазір үйдің ішіне осы ауаны салқындатқышты қалай орнату керек екенін жақсылап отырып түсіндіреді. Мұқият болыңыздар, қалай орнату керек екенін сіз де үйреніп алыңыз. Мынауымыз жаңағы флашка дейміз. Бұны ішкі блокты қабырғаға ұстап тұратын құрал. Потолок дейміз ғой. Содан жоқ дегенде кемінде 5-6 сантиметр төмен түсіру керек. Өйткені оребініңіз сіздің неге сию керек. Төбеге неге тіреліп қалмау керек. Ары бері деңгейін жасалған кезде. Дәл деңгейі шықты. Қарап отырсаңыздар. Бұндай қарындашпен белгілеп аламыз. Жаңағы қарындашпен белгілеп алған жерде алтылық қабырға тескішпен тесіп алдық. Енді соған жаңағы нагель деп атамыз. Сол нагельдерге қабырға кіргізіп, оғандай шуруптармен құралды қабырғаға бекітіп аламыз. Мынау қабырға тескішіміз, бұл бетон және кірпіш қабырғаларға арналған. Бұны біз кондиционердің жаңағы өтетін тесікке жаңа тесіп қойдық. Осы тесіктен өтетін трубамыздың қалыңдығын аламыз. Яғни бұл мынаның размері 36-лық. Осымен стенаның қабырғаны тесіп аламыз. Қабырғаны тесіп және ішкі блогымызды орнатамыз. Алған кезде жаңағы артына жерде флашка, өз жерінде флашка тұрады, қараңыздар. Осы флашканы алып тастаймыз да, және трубаларды қабырғамыздың тесігіне өтетіндей былай қарай түзеп аламыз. Майыстырып алмай, ақырған өзінің ыңғайы бар. Қабырғасынан өткізбес бұрын біз мынандай трубаларын жалғап аламыз. Осы трубаларды жалғап аламыз. Қабырға 30 сантиметр болып тұр. Мына кішкентай трубамыз 25 сантиметр болғандықтан, бұл қабырғаның ішінде қалып қалатын болғандықтан жіңішке трубаны жалғап алайық деп отырық. Кілттер берілер. Жылжымалы кілттеріміз, сонымен осындай жалғанған жерлерін тартамыз. Бұны қатты бұрамаңыздар. Қатты бұрасаңыздар, жаңағы ішіндегі мыс трубалар қиылып кетуде мүмкін. Ендігі келесі кезегіміз, біз қабырғаны өткізіп алу үшін мынаны өзінің арнайы ақ лентасы болады, сонымен орап аламыз. Бісмилля деп өткізіп отырмыз. Жоғар жағында летін екілікші болады, соған кондиционер білеміз бе? Үстіне қарап отырамыз. Үстіне қараймыз, үнді, енді мынаны итереміз. Құрметті көрермендер, ішкі блогы ілінді. Міне үйдің ішіндегі блогымызды орнатып болдық. Енді негізгі осы ауаны салқындататын далада сыртта тұратын блокты орнатамыз. Жүріңіз. Бұның орны үйдің іші емес, сырты дала. Міне, құрметті көрермендер, үйдің сыртына мына ауаны суытатын блогымызды орнатамыз. Міне біз келгенше Бейбарыс бауырымыз қабырғаны тесіп орнатып қойған екен. Сыртқы блокты алып келгеннен кейін аяғын өлшейміз. Мысалы, өлшемін алып алған соң оны қабырғаға бекітеміз. Қабырғаға бекітеміз, соны жаңа деңгей дейміз ғой. Сонымен деңгей дейміз, сонымен сызып аламыз. Соны сызып алған соң кронштейнімізді қоямыз да, қабырғаны белгілеп алып, соны борумен тесеміз. Жаңағы перфоратордың қабырға тесетін борумен тесеміз. Содан кейін барып жаңағыны орнатамыз. Қазір жаңа кронштейнімізді қабырғаға бекітеміз. Бірінші осында жақсылап қатырып болу керек, е? Міндетті түрде. Қабырғаға қатырып алдық. Ендігі кезек сыртқы блокты қабырғаға бекіткен кронштейнімізді орнатамыз.
мына трубамызды енді жаңағы іштен шыққан ішкі блокқа осыны жалғаймыз. Іштен шыққан жаңағы 12-лік трубаға осы трубаны жалғаймыз. Қаттылап бір-біріне жалғамыз керек, өйткені бұл жерде жоғарғы қысым болады. Газ жүреді, сол себептен газ шығып кетпеген абзал. Келесі кезек мынау жаңағы су ағатын шлангы дренаж дейді. Соны осыған жалғаймыз. Мінекей. Күн жемес үшін сыртын осындай флекспен ораймыз. Ендігі кезек жаңа ішкі блоктан шыққан кабельдер мен трубаны сыртқы блокқа жалғаймыз. Бізде қызылды көкке, қоңырды қоңырға жалғауға болады. Не болмаса кейбір кондиционерлерде номермен тұрады. Кабельді бір-бір жалғап болдық, ішкі блок пен сыртқы блок. Қалпақшалары болады, соларды ашамыз. Мынау қысым өлшегіш, манометр дейміз. Кондиционердің сыртқы блогында арнайы жалғайтын болады, соған жалғап алдық. Осының көмегімен осы арқылы кондиционердің ішіндегі ауасын сорамыз. Қазір кондиционеріміз вакуумировать етілді. Енді бұның ішінде газ болады. Бұны жаңа кондиционерге газ құйып қажет жоқ. Бұның ішінде өзінің газы болады. Сол себепті көп жағдайда жаңағы біздің тұтынушыларымыз сұрап жатады, бұған жаңа кондиционерге газ құюға бола ма? Бұның ішінде газ өзімен бірге келеді. Және де жаңа біз вакуумировать еткен себебі, егер де мына трубамызда қандай да бір ақау болатын болса, онда ол жерден газ шығып кетеді, фреон ағып кетеді. Сондықтан өзіміздің фреон ақпас үшін жақсылап вакуумировать етіп алдық. Енді қарап отырып, 5 минутта әлі қозғалған жоқ. Енді бұл деген сөз біздің кондиционерімізді іске қосуға болады деген сөз. 6 қырлы кілтімізде кондиционердің жанындағы крандары болады. Соны ашып, газды жібереміз. Бисмилля. Кетті газ. Міне, давление 11-ге кетті. Екінші жуан трубкадағы газды шығарамыз. Жуан трубкада газды шығардық, аштық трубкаларын. Енді міне іске қоса берсе болады, кондиционер дайын. Қадірмен телекөрермендер, міне біз ауаны салқындатқышымызды орнатып болдық. Енді өздеріңіз барлығына куә болдыңыздар. Енді істеп тұр ма екен? Тексеріп көрейік. Қосылды. Іске қосылды. Бірден салқын самауыр бере ма? Бірден сырты қосылады, салқын самауыр. Және де оны тексерген кезде мына көріп отырсыздар, 16 градусқа болу керек. Бұл 16 градус дегеніміз, мысалы, осы комнаттың температураны 16 градус жасағанша суыта береді. Міне, құрметті көрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламамызда көріскенше аман сау болыңыздар. Видеодан да өздеріңіздер де соны айттыңыздар. Енді келесі тақырыптарда сол салқындатқыштың құрылысымен соның принциптерін ел оқып көресіздер. Бүгінгі ашық сабағын жабық деп